Қайырлы күн достар, бүгінгі видеомызда мынандай көбелекті қалай жасауға болады, соны бәріміз бірге үйренетін боламыз. Ол үшін бізге мынандай жүрек шар, дөңгелек шар және өткен видеоларымызда айтқандай 260 размерлі осындай екі ШДМ шар қажет. Яғни бұл шар мынандай болып өріледі. Енді бұл шарлардан 4 шар біз көбелектің қанаттарын жасап алуымыз керек. Уақытты алмас үшін арнайы ертерек дайындап қойдық. Жүрек шарды көбелектің үстіңгі бөлігіне саламыз, дөңгелек шарды астыңғы бөлігіне саламыз, бір-бірін шармен байлап қоямыз. Бұл біздің үстіңгі бөлігіміз дайын болды. Енді бізге көбелектің денесін жасау керек болады. Ол үшін ШДМді аламыз, бұлай бүктейміз, бұлай бүктеп, бір-біріне орап тастаймыз. Ашылып кетпес үшін басын байланған жерімізді жаңа өткізіп жібереміз. Енді осыны көбелекке кептіріп аламыз, айналдырамыз. Өшеден, көбелекті өшеден байланып шарымызды орап тұтамыз. Айналдырып шықты. Енді мына артық тағы да осындай бөлек жасап алуымыз керек. Осы тағы майыстырамыз. Тағы да ораймыз. Екі бөлек дайын болды. Қайшымызбен мына артық бөлікті алып қоюымыз керек. Ол үшін шынап кетсаймыз. Босайды. Жібермейміз. Шарларға орап байлап аламыз. Артық жерін тағы да кесіп тастаймыз. Көбелегіміздің денесі дайын болды. Енді бізге жетпей тұрған үстіне мынандай мұртша жасауымыз керек. Бұл мұртшаны қалай жасаймыз? Қазір бірге көрсетейік. Бұл үшін 260 ШДМ шарды аламыз. Насоспен шағын ғана өріп аламыз. Ауа жіберіп босатамыз. Жарап жатыр, өшін байлап тастаймыз. Мінекей байлап тастадық. Енді екеуін бірде қылып келтіреміз. Астыңғы бөлігін ортасынан байлап тастаймыз. Мінекей байлап тастадық. Қайшымыз қайда. Енді қайшымызбен мына жағы шардың бітеу жағын қайтадан кесеміз. Кесіп тастадық. Осы жерді насоспен кері өреміз. Үрдік. Енді мынаның бойымен бірдей болу керек. Өлшеп аламыз. Ауасын жайлап жіберіп өлшеп аламыз. Жарайды. Енді осы араны байлап тастаймыз. Байлап тастадық. Енді шарымыз төменге түсіп кетті. Оны жоғары көтеру үшін қолыңызбен жайлап итерсеңіз жетіп жатыр. Осы боймен осыға итере бересіз. Жеттік. Мінекей. Екеуі бірдей болды. Енді бұның ұштарын міндетті түрде қиып тастау керекпіз.
Міне болды. Енді осы шарымызды неге көбелекті ортасына орналастырамыз. Мінекей көбелекке кигізе қоямыз. Міне біздің көбелегіміз дайын болды. Бұндай көбелектермен тағы да өткен видеоларымызда айтып өткендей, балаларыңыздың туған күндерін, немесе мектептердегі бастауыш сыныптардағы мерекелер, балабақшадағы мерекелерді осылай қылып жасап, қабырғаларға бекітуге болады. Бүйтіп қабырғаларға әдемі етіп қойып қойсаңыз, шарды жай ырып қойғаннан осылай көбелек қылып жасап қойсаңыз да сізге мерекеңіздің сәнін келтіріп тұрады. Әрдайым көңілдеріңіз ашық болсын, тек қана жақсылықтарда, қуаныштарда кездесе беріңіздер. Көп рахмет.